Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі керемет шығатын, өте тез дайындалатын оливье салаттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл жердегі ингредиент барлығы алдын ала туралып дайындалынған, және де видеоны соңына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Айтып өткенімдей, барлық ингредиенттердің барлығын алдын ала пісіріп, турап, дайындап қойдым. Тек қана біз осы ингредиенттердің барлығын қоса отырып, дайындап салатты дайындаймыз. Бірінші кезекте бізде кубиктап, яғни 4 бұрышталап туралған жұмыртқа. Келесі кезекте бізде дайын туралған сәбіз. Және де келесі кезекте бізде дайын туралған картоп. Және келесі кезекте бұл жерде мен туралған колбаса емес, етті қоса отырып жасадым оливье салатын. Ерекшелік сол болып тұр. Етті қосып жасадым, жасап көрулеріңізге кеңес берем. Келесі кезекте бізде огурцы 4 бұрыштап туралған, және де осы бонделдің горошығы, кішкене тұз қостым. Қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Және де ең соңғы бізде майонезімізді қоса отырып, салатымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Және де біздің осы барлық ингредиенттерді қоса отырып жасаған оливье салатымыз дайын болды. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Және де өте дәмді, тез шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, өз комментарияларыңызды жазып, лайктарыңызды басып өтулеріңізді сұранамын.